21 ғасырдағы 21 хадис. Сырым Шахизада. 2 хадис. Қалай кемел адам боламын? Қайда болсаң да Алладан қорқып, тақуалық жолын ұстан. Әрбір күнәнің артынан дереу оны жуып шаятын жақсылық жаса. Адамдармен қарым қатынаса, көркем мәміле жаса. Тирмизи 2102. Сахаба Абу Зар мен Муғаз ибн Жабалдан жеткен бұл хадисте мұсылманның байланысқа түсетін 3 түрлі ортасы бар екенін баяндаған. Мұсылман: бірінші Алла тағала, екінші қоғам, үшінші өз-өзімен. Бірінші, хадистің ең бірінші бөлігінде қайда жүрсең де Алладан қорқу, яғни таңда, түсте, түнде, қай уақытта да әрбір істі тақуалық таразысымен өлшеу керек екендігін баяндайды. Қорқу ол сезімнің түрі. Күнделікті өмірде бұл сезім екі жағдайда туындайды. Я белгісіз нәрседен, я белгілі болса да адамға қолайсыздық пен қорқыныш әкелетін істен пайда болады. Демек, одан барынша аулақ жүруге, еске алмауға тырысасыз. Ал қорқу сезімі Аллаға қатысты қолданылғанда керісінше оған қарай жақындата түседі. Тіпті жиі еске алып жүргеніңіз тынышталады. Жүрегіңіз тынышталады. Бірақ мұндай хал барлығында бола бермейді. Сол үшін де тақуалық жолында кім үшін және не үшін деген сұрақтардың жауабын табуға тырысу керек. Сол арқылы сіздің тақуалық деңгейіңіз де көтеріледі. Исламның тақуалық ұғымынан берген анықтамалары әрқилы. Мысалы, тақуалардың сипаттары ретінде аяттарда ғайыпқа сенетін, намазын кемеліне жеткізіп оқитын деп сипатталса, хадистерде кейде күмәнді істерден аулақ жүру, тіпті адал саналған нәрселерге де сақтық танытып жүруді тақуалықтың аясына кіргізген анықтамаларды да кездестіреміз. Тақуалықты бір ғана анықтамамен шектей алмағандықтан, оның бірнеше деңгейлері бар екенін ұғынуға болады. Олар: бірінші, ең стандартты, минималды, төменгі деңгейі. Иманның 6 шарты мен 5 парызымыз және өзге де нақты Құран және хадис арқылы мәлім болған парыз істері осы деңгейге кіреді. Бірде пайғамбарымызға, оған Алланың салауат мен сәлем болсын, бір кісі келіп, парыз етілген намаздарды оқып, Рамазан оразасын ұстап, халалды халал, харамды харам деп қабылдасам және бұған артық еш нәрсе қоспасам, мен жәннатқа кіремін бе? деп сұрайды. Алла елшісі: «Я» деп жауап береді. Әлгі адам Алланың атымен ант етейін, тек осы айтылғандарды ғана жасаймын деп аталған істерді берік ұстанатындығын жеткізеді. Екінші, уәжіп деңгейі. Ханафи құқықтық мектебінде парыздан бір саты төмен тұратын, алайда орындауды қажет ететін уәжіп категориясы бар. Біздің құптаннан кейін күнделікті оқитын үтір намазымыз және құрбан шалу секілді істер осы санатқа жатады. Парыздан бөлек осы уәжіп істерді де үзбей атқарып жүрген мұсылман алдыңғы деңгейден бір саты жоғары болып саналады. Үшінші, сүннет деңгейі. Сүннет тікелей пайғамбармен байланысы бар ұғым болғандықтан, ауқымы да өте кең. Сүннет пайғамбардың өмір сүру салтын бейнелейтін идеал үлгі. Оның ішіне әрбір адам орындауы тиіс сүннет және кифая дәрежесіндегі сүннет болып бөлінеді. Кифая дегеніміз бір адам орындаса, жалпылама халықтың мойнынан түседі. Сондай-ақ пайғамбардың үнемі үзбей жасап жүрген ізгі істері мен кейде орындап, кей уақытта аса қатты мән бермегендері де бар. Жалпы алғанда Алла елшісі өмір сүру жүйесін көрсетіп кеткендіктен, оны өзімізге неғұрлым қолданысқа енгізе алсақ, соғұрлым біздің де тақуалық деңгейіміз көтеріле береді. Төртінші, мұстахаб деңгейі. Істеген ісі үшін сауап алатын, алайда тәрк еткеніне ешқандай сөгіс берілмейтін мұстахаб істерді күнделікті тіршілікте практикалық тұрғыдан орындай алу дін үкімдеріне бейжай қарамайтындығын, әрі Алланың алдындағы борышына адал екенін көрсетеді. Бесінші, мубах деңгейі. Әрбір ниет болмай орындаса да, орындамаса да ешбір жаза мен сауабы жоқ істер. Егер тақуалықты адамның тек Алламен байланысы аясында түсінетін болсақ, бұл ең жоғарғы дәрежесі саналады. Бұл адам алдыңғы 4 деңгейдегі парыз, уәжіп, сүннет, мұстахаб істердің бірін де қалдырмай атқарумен қатар, мубах істердің өзіне де аса ұқыптылықпен қарап, ниет етіп, оны да ізгі істерге айналдырады. Себебі бұл адам тамақтанғанда қарын тойдыру үшін емес,
жұмысын сапалы орындау үшін, білімін жетілдіру үшін ішіп жейді. Шаршап ұйықтағанда еңбек ертеңгі күнге рухани, материалдық жағынан алға қарай жылжып, күш-қуат жинау үшін демалады. Ниет оның әрбір ісіне мағына береді. Кім күмәнді істерден аулақ болса, ол ар ұятына, ұжданына, дініне дақ түсірмей таза қалпында сақтап қала алады. Және кейбір адал, халал нәрселерді харам боп қалуы ықтималдылығына қорқып, барынша ықтияттылық таныту деген анықтамалар осы деңгейдегі адамға тән сипат. Барлығын жинап шеңбер бейнесінде қорытындылап көрейік. Сүннет, уәжіп, парыз, тақуалық. Минималды парыз істерді орындап жүрген адам да, ең жоғары деңгейдегі істерді атқарып жүрген кісі де тақуалардың қатарына кіреді. Әрине, бұл біреуді сипаттап, өзгеге баға беру үшін емес, әрбір адам өзінің қандай халде екенін саралап, ой иелігінен өткізу үшін қажет. Қайда жүрсе де, қайда болса да, тақуалық жолын ту еткен тұлғаның Алла Тағала екі түрлі жақсылыққа қол жеткізгендігін Құран аяттарында баяндайды. Олар: бірінші, жақсылықты жаманнан, ақиқатты жалғаннан ажырататын қабілет. Құранда бұл жайында: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману ин таттақуллах ядж'ал лакум фурқанан ва якаффир анкум сайятикум ва яғфир лакум валлаху зул фадлил азим. Ва иман еткендер, егер Аллаға тиісінше тағзым етсеңдер, һәм оған қарсы келіп асылық етуден барынша сақтансаңдар, Алла сендерге ақиқат мен жалғанды, ақ пен қараны ажырататын ерекше қабілет береді. Әрі кінәраттарыңды жасырып, күнәларыңды кешіреді. Алла шексіз шарапат иесі, асқан жомарт. Фурқан сүресінің 29 аяты делінген. Асылында ерекше қабілет мол тәжірибеден кейін пайда болатын қасиет. 30-40 жыл тәжірибесі бар дәрігер алдына келген пациентті бір көргеннен ақ оның қай жері ауыратынын айтып беру мүмкін. Асылында бұл білімнің емес, тәжірибенің жемісі. Мысалы, кейбір ислам ғалымдарының хадистердің қайсысы жалған яки дұрыс екенін ажырата алатын ерекше қабілеті болған. Қазіргі жаһандану кезеңінде маркетингтік күштің себебімен жаманды жақсы, жалғанды ақиқат ретінде көрсету процесі жүріп жатыр. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажыратып ойлануға мүмкіндік берілмеуде. Сол үшін де хакім ғұламалар ва Алла әрбір нәрсені өз қалпында, болмысында көрсете көр деп дұға тілейтін болған. Мұндай мәртебе тақуалық жолын ұстанған адамға беріледі екен. Екінші, тура жол табуға себепкер. Құран кітабының тақуа жандарды тура жолға бастаушы екендігін айтылған. Бақара сүресінің 2 аятында. Кейбір адамдарға ислам барлық нәрседен шектей беретін дін секілді көрінеді. Біріншіден, біз өмірде қателікке бой алдырып, күнә істерді көп жасағаннан кейін, ислам бейне бір барлық нәрсеге тыйым салатын секілді болып көрінеді. Екіншіден, жалғыздық, даралық ол шектеу емес, керісінше мүмкіндіктер. Құдайдың тура жолдың біреу ғана болуы зейініміздің шашырамай, мақсатымызға тез жету үшін жасалынған үлкен жеңілдік. Бірнеше Құдайдың разылығын алу адам үшін қаншалықты тиімді? Нақты айтқың, бір ғана жолмен жүре беру ыңғайлы ма, әлде 10 түрлі жолдың болып таңдай алмай басымыз қатып жүргені жеңіл ме? Енді тура жол дегеніміз қандай жол? Деген сұрақтың туындауы мүмкін. Алла Тағала Ан'ам сүресінің 152 аятында тура жолдағы адамға тән бірнеше сипаттарды баяндайды. Жетімнің мал мүлкіне қол соқпау, өлшегенде дәл өлшеп таразыға тартқанда дұрыс тарту, тура сөйлеу, әділ болу, уәдеге берік болу, қайда болса да Алладан қорқу сезімі. 24 сағат 365 күн өмірдің әрбір секунды мен сағаты бақылауда екенін ұғына білу. Мұсылмандар арасында намазымызды қалай ықыласпен оқысам болады деген сұрақ ең көп қойылады. Өзекті саналатын бұл мәселенің практикалық тұрғыдан ең дұрыс әрі тиімді шешімі бар. Ол Алла көріп тұрғандай ықыласпен құлшылық ету үшін Алла көріп тұрғандай өмір сүре білу. Күнделікті бір сағаттың намаздағы ықыласқа
қол жеткізу үшін 23 сағаттың өмірге көңіл бөлген жөн. Өйткені үйдегі адам, ол жұмыста да сол бір адам, қоғамдық көлікте де сол адам. Яғни біздің эмоционалдық рухани халіміз жалғыз. Құранда Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ма жаалаллаху риджалин мин қалбайни фи жауфихи. Бірде-бір адамның көкірек қуысында екі бірдей жүрек жаратпаған. Ахзаб сүресінің 4-ші аяты делінген. Егер жұмыста өз ісіне адалдық танытпай, ұрыс керіспен шыққан, қоғамдық көлікте аяғын басып кеткені үшін дөрекі сөз сөйлеген, үйіне жеткенше дейін досымен, құрбысымен өзгелерді өсектеп, ғайбаттап, сыртынан сынап мінеген адам үйіне келгенде намазын жылулыққа толы, кіршіксіз көңілмен оқи алуы екі талай. Өмірі толықтай түзеле бастаған адамның ғана құлшылыққа деген ықыласы да арта түседі. Қай жерде болмасын Алладан қорқу деген пайғамбар сөзінен қай ғасырда, қай дәуірде болмасын тақуалық жолын ұстануға мүмкіндік бар деп түсінсек те болады. Себебі бір кезең екінші бір кезеңнен, бір сәт екінші сәттен артық та кем де емес. Сол үшін де көпшіліктің пайғамбар заманында өмір сүруді армандауы орынсыз, бекер деп есептеймін. Себебі пайғамбарымыздың падишасы Мұхаммедтің оған Алланың салауаты мен сәлем болсын жанынан табылатындығымызға, сахаба Әбу Бәкірдей шыншыл мен шынайы, сахаба Омардай әділдіктің туын түсірмей көтере алатындығымызға ешқандай кепілдік жоқ. Осы орайда Хакім Абай мен әкесі Құнанбайдың арасында өрбеген мына әңгіме желісін жеткізгім келіп отыр. Абай мен Ербол да келді. Құнанбай қасындағы ылғи қарт серіктері, бастығы Қаратай, Жорға, Жұмабай, Жақып сияқтылар. Тойғұлының 3 тамылық толы жиын, күлкі, қызу дырту көп. Абайлар Құнанбай отырған үйге кіріп, үндемей әңгіме тыңдады. Сөздің көбін Қаратай бастап отыр. Үлкендердің әңгімесі әр саққа соғып кеп, бір кезде заман мен заман арасында салғастыруға ауысты. Қаратай өздерінің жас кезін айтып, әкелер заманын еске алып кеп, бүгінгі заманның азғанын, бүгінгі адамның құнарсыз боп, жұтан тартып бара жатқанын айтты. Абай осы тұста мырс беріп күлді де қиғаш сөйледі. Бұрынғы заманның жақсылығы со ма? Қатар отырған бір туысқан елдер бірін-бірі шауып, шаншып, сойқаннан арылмаушы еді. Түгелімен асын іше алмаушы еді. Осы тұрған Сыбан мен Тобықты мен Семей арасында жалғыз жарым қатынасы алмаушы еді. Алып кетеді, жұлып кетеді деп ылғи ғана жасанып жүруші едіңдер. Сол заманда жақсы ма екен деген қарттар көнген жоқ. Ол күндерден әртүрлі қасиеттер тауып, барлықты, байлықты да санады. Бұрынғы адамның бітімді келетін ірілігін де айтты. Көпшіліктің сөзіне Құнанбай қосылып кеп, тағы бір салмақты дәлел тастады. Дәурен ұзаған сайын ақыр заман белгісін айқындай бермек. Адам құлқы өзгеріп, азғындай түседі. Біздің заманымыз өзгені қойғанда, пайғамбар заманына жақынырақ. Бір табан жақын болса, ілкім артық та болар деген. Абай осы сөзге іле жауап берді. Қазіргі күйде бұның көңілі шабыты келген ақындай боп, шарпысуды, қаржасуды түгел тілеп отыр. Жайнап сергеген ойы да қиынға биікке мезгегендей болатын. Жақсылық пен игілікті алыс жақын жоқ. Алатаудың басы күнге жақын. Бірақ басында мәңгі кетпес мұз жатады. Ал бауырында неше түрлі гүл, жеміс, неше алуан нәубеттер өседі. Жан жануарлардың баршасы содан қуат алады. Сіздер пайғамбар Абу Талибтан жақын емессіздер. Ол әкесі еді, бірақ Абу Талиб кәпір болатын деді. Үй тола жұрт күле беріп басылып қалды. Құнанбай қатты зекіп қалып, «Жә, тоқтат» деді. Абай таңқалап алақанын жайды да үндеген жоқ. Қарттың бәрі өздерінің қатты жеңілгенін сезді. Үй іші осыдан соң күлкіден де, бейпіл әңгімеден де іркіліп томсарып қалды. Абайға ішінен
Сүйсінген кісі Қаратай қасында отырған Жақыпты түртті де күңк етіп: "Мынау өзі аттатар емес, бас салып қарап тұр ғой" деп қалды. Расымен жақсылық жолында жүруге ешбір кезең кедергі келтіре алмайды. Құранда аты аталғандардың бәрі керемет дегенді білдірмейді. Әбу Лахабтың да есімі Құранда жазылған, бірақ қандай бейнеде. Сондықтан қай уақытта болмасын тақуалық жолын ұстану маңызды, әрі бұл Алламен байланысымыз. Екінші, хадистің екінші бөлігінде әрбір күнәнің артынан жуып шайтын жақсылық жасау мәселесі қозғалған. Арабша мәтіндегі сәйид сөзінің қателік, күнә, жамандық деп түсінсек болады. Пайғамбардың әрбір адам қателікке бой алдыратыны және оның ішіндегі жақсылары істеген қателігін мойындап тәубе еткені деген сөзі бар. Демек, адамның болмысына кейде шалыс басу әрекеті тән. Енді қателік жасаған адам мен нәпсісінің жетегіне кетіп, күнә істеген адамның келесі кезектегі әрекеті қандай болмақ? Бір жамандық жасаса, артынша жақсылық істеу арқылы оны өшіре алады. Кейбір хакімдер сол күнә істеген жерде жақсылық жасау қажет екендігін айтады. Себебі ақыреттегі есеп қисапта барлығына тіл бітіп, адамға қарсы куәлік етеді. Намаз оқығанда кейде орын ауыстырып жатамыз. Бұл да сол секілді. Күнәдан кейін тәубе ету процесі жалаң тілмен астағфируллах ва атубу илайхи деп айту ғана емес, соны іс жүзінде дәлелдеп көрсете алу ең басты шарт. Мәселен, 5 уақыт намаздың ішінде көпшілікке ең қиынға соғатыны таң намазы. Әрине, түнгі 2-де ұйықтаған адам үшін оңай болмайды. Сол үшін де ұйықтап қалып, таң намазын қаза қылған адамның тәубесі түнде ертерек демалу. Я болмаса кешкі сағат 23:00-де тамақтанатын адамның тәубесі кешкі сағат 7-ден кейін тамақтанбау. Бұл тәубенің құр теориялық үлгісі емес, нағыз практикалық көрінісі. Тәубе тек құлшылық істерінде емес, өмірдің барлық жағдаяттарында қолданылады. Салдарынан бұрын қателік қай жерден кетіп жатқанын, яғни түпкі себепті анықтай алу маңызды. Хадистегі күнәдан кейін тәубе етіп, сауапты іс жасау мағынасын осылай түсінсек болады. Бұл бір қыры. Екіншіден, мысалы ауқатты кісі алдына келген бір жобаның болашағына сеніп инвестиция жасады. Жоспарында қарамады. Ақша айналымы қалай жүретініне де көңіл бөлмеді. Жобаны алып келген адамдардың бұрын бір таныс достарының ұсынуымен келгеніне сеніп қаражатты берді. Алайда уақыт өте келе ақша да жоқ, жоба да жоқ, әлгі адамдар да жоқ. Бұл қателік. Күнделікті үйден жұмыста шығар кезде әрдайым бір затты ұмытып кетеміз. Бұл да қателік. Аталған екі жайт күнә болмаса да адамның қателігі. Асылында қателік соңғы нүкте емес, ол нәтижеге апаратын жолды жеңілдететін тәжірибе. Енді адамдардың сөзін негізге алатын болсақ, әлгі инвестордың алдына өзге тағы бір жобамен адамдар келсе, егжей-тегжейлі зерттеп, саралап сау ақылды таразымен өлшеуі оны Алла елшісі айтқандай тәубе етудің ең жақсы категориясына кіргізеді. Жамандықтан кейін жақсылық жасау, ол бұрынғы кем кетік болған ісін дұрыс бағытқа өзгерте алу деген сөз. Қатеге, күнәға бой алдырған адамның артынша оны өшіретін жақсылық жасауға ұмтылу әрекеті өз-өзін есепке алып отыру қажет екенін ескертеді. Хакім Абай бұл жайында былай дейді: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды күніңде өзіңде өкінбестей қылықпен өткізіппісің. Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың. Абай Құнанбайұлы өз-өзінен есеп алып отыратын адамды ақылды адамдардың санатына жатқызады. Сондай-ақ бүгінгі күнін кешегі күнмен салыстыру нәтижесінде есеп алу қажеттілігін меңзеп отыр. Бұл адамның шынайы өзін бағалауға, кері кетпей, керісінше кебеленуге қадам басуына мүмкіндік береді. Яғни өзіңізді біреудің жетістігімен, өзгенің өмірімен өлшеу қате. Себебі ол депрессия мен стресс жолы. Әр адамның өз тағдыры бар екенін ескерсек, өзімізді кешегі күнмен таразылау тұлғаның
мен қандай деңгейдемін деген сұрақтың жауабын алуына жол ашады. Кеше күнәға бой алдырсам, бүгін тәубе етіп жақсылық жасадым. Кеше сүріндім, бүгін орнымнан тұрдым, қателігімді түзеттім. Дамудың мұндай жолын Алла тағала пайғамбарына көрсеткен екен. Духа сүресінің сырына терең сүңгіп көрейік. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Алам яжидика ятиман фаава ва важадака даллан фахада ва важадака аилан фаагна. Ол сені жетім күйде тауып пана болмады ма? Сені діннің үкімдерінен бейхабар күйде тауып, таңдаулы етіп дұры жолға салмады ма? Сені мұқтаж күйде тауып, мұң мұқтажыңды өтеп, ешкімге кіріптар болмайтындай жағдайға келтірмеді ме? Духа сүресінің 6-8 аяты. Бір қарағанда өзге аяттардан айырмашылығы жоқ. Мәтіндер секілді Құранның қазынаға толы сырлары кесте арқылы түсіндіріп көрейік. Кешегі пайғамбар жетім күйінде еді. Бүгінгі пайғамбар Алла пана болды. Діннен, үкімдерінен бейхабар еді. Таңдаулы етіп тура жолға салды. Мұқтаж еді. Ешкімге кіріптар болмайтындай етті. Осылайша Алла тағала деградацияға ұшырамай, кебелденудің кілті адамның өзгелермен емес, өзінің кешегі күнімен салыстыруда екен анық көрсеткен. Құран аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Алла елшісінде қай жағынан алсақ та, сендер үшін теңдессіз үлгі өнеге бар. Ахзаб сүресінің 21 аяты. Деген сөзге сүйенсек, өткен өмірін құр өкінішпен өткізбей, керісінше өнеге алатын, белгісіз болашаққа басын қатырмай, байыппен бағдар жасап, дәл қазір сәтіндегі халді жақсы жаққа қарай өзгертуге талпынған мұсылманға пайғамбардың ғибратқа толы ғұмыры ерекше жігер, күш қуат беретіні сөзсіз. Бұл түрі, яғни өз-өзімізбен жасалған мәміле, қарым-қатынасымыз. Үшінші, біздің байланысқа түсетін үшінші ортамыз ол қоғам. Хадис мәтінімен айтсақ, адамдармен көркем мәміле жасау. Көркемдік мейірбандықтан, жұмсақтықтан туындайды. Сол үшін де Алла елшісі жұмсақтық, мейірімділік барлық іске сән беріп, оның көркін келтіретіндігін айтқан. Біздің қоғамға діндарлығымыз, намаз оқығандығымыз бен ораза ұстағанымыз емес, адамгершілігіміз бен құнды қасиеттеріміз қажет. Өзіне ғана тиімді жолын ойлап, қара басын ойлаған адам қараңғы түнекте қалады. Өзгеге жарық пен жылулық та бере алмайды. Көркем мәміле ойда, сөзде, істе болады. Хакім Абай алғашқы орынға өзгелердің мүддесін қойған адамды толық, таза мұсылман ретінде есептейді. 38 қара сөзінде былай дейді: енді біліңіздер, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген Алла тағаланың өзіндей ниһаятсыз, шексіз болады. Оның ниһаятына, соңына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатын өз пайдаң болса, өзің ниһаяттылығың. Ол жол Құдайдың жолы емес, ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген нысап. Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я амалыңнан ғадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құдайдың жолы. Хадисте айтылған үш байланысы берік болған адам Абайдың толық таза адамына, Мәшһүр Жүсіптің түгелдігіне, Шәкәрімнің әулелігіне,